Hello, міне біз жаңа юнитқа қадам бастық, 5-ші сабақ. Бұл 5-ші сабақта уақытты үйренетін боламыз. Present simple. Осы шақты білетін боларсыздар. Ағылшын тілінің уақыттары, ережелері қазақ тілінікінен айырмашылығы көп. Қазақ тілінде жеңілдеу, өткен шақ, осы шақ, болашақ, осы 3 уақытпен шектеліп жатамыз көбінесе. Ал ағылшындықтарда оларда осы сәт бар, өткен шақ бар, өткен шақтың сәті бар. Бірақ қазір сабағымызды жеңілден бастаймыз, яғни present simple'дан бастаймыз. Бұл Essential Grammar in Use деген кітап, 114 юнит сабағы бар. Қазір біз 5-ші сабақтамыз. Бұйыртса алда әлі талай қызықтар күтіп тұр, сондықтан тіркеліп қойыңыздар. Ары қарай жалғастырамыз. Жақшада present simple деп тұр. Present яғни қарапайым. Осы сабақта қарапайым нәрселерді үйренетін боламыз. Мына картинкаға қарайтын болсақ, картинкада қыз бен бала тұр. Қыз айтады we read a lot. We read a lot. Біз көп оқимыз дейді. Яғни қарапайым нәрсені айтады. Жалпы мәселені айтып жатыр. We read a lot. Біз көп оқимыз жалпы. They are looking at their books дейді. Олар өздерінің кітаптарына қарап тұр дейді. Мына жерде қарасаңыздар, are looking алдындағы ереже келді. Яғни олар қазір қарап тұр. Бірақ астында they read a lot дейді. Олар көп оқиды. Көп оқиды деген, мына мысалы, қазір оқып тұрған жоқ олар екеуі, бірақ жалпы айтылатын әңгімеге осы ережені қолданады. They read a lot. Жалпы олар көп оқиды. Қазір оқып тұрмаса да. Екінші картинканы қарайтын болсақ, ер адам мороженое жеп тұр. Балмұздақ. I like ice cream дейді. Мен балмұздақты жақсы көремін деп айтып тұр. Жалпы ол жақсы көреді. Астында he's eating an ice cream. Ол қазір ice cream жеп жатыр. Be eating. Қазір жеп жатыр. He likes ice cream. Ол балмұздақты жақсы көреді. He likes ice cream. Жалпы айтылады. Ол жалпы жақсы көреді. Қазір жеп жатпаса да, немесе қазір жеп жатса да, ол мороженойды жақсы көреді деген жалпы хабарлама. Яғни осы қазір біз өтіп жатқан ереже, бұл ережеде біз біреу жайында сипаттаймыз, біреулерге хабарлама береміз. Мысалы, ол мороженое жақсы көреді деп, ол телевизор көп қарайды, немесе ол кітап көп оқиды деген сияқты. Жалпылама хабар беруде осы ережені қолданатын боламыз. Мысалы, мына жерде олар көп кітап оқиды дейді. Бірақ картинкада олар кітап оқып отырған жоқ. Кітап оқып тұрған жоқ. Жалпы хабарламаларға осылай осы ережені қолданатын боламыз. Енді бұл ереже қалай қолданады, қалай құралады, соны үйренейік. Мысалы, they read, ол оқиды, he likes, ол жақсы көреді, I work, мен жұмыс жасаймын деген қалай құралады, соны үйренейік. Бізде мысалы қазақ тілінде мен оқимын, ол оқиды, біз оқимыз, сендер оқисыңдар деп етістік өзгеріп тұрады. Кім жайында айтып атқанға байланысты етістік өзгеріп тұрады. Ал ағылшын тілінде негізгі етістік өзгермейді. Тек кейбір өзгеретін жерлері бар, соны өтеміз. Қараңыздар, I, we, you, they, мен, біз, сендер, олар деген кезде етістік қалай сөздіктен аламыз, солай қолданамыз. Яғни сөздіктен бір етістікті алып, сол I, we-ның орнына қоя қойсақ жеткілікті, сөйлем дұрыс болады. Мысалы, мен оқимын деу үшін I read. We read деген біз оқимыз. You read, сендер оқисыңдар, сен оқисың дейміз. They read, олар оқиды. Мысалы, I like, маған ұнайды. We like, біз ұнатамыз. You like, сен ұнатасың. They like, олар ұнатады. I work, мен жұмыс жасаймын. We work, сендер жұмыс жасайсыңдар. They work, олар жұмыс жасайды. I live, мен өмір сүремін. You live, сен өмір сүресің. They live, олар өмір сүреді. I watch, мен қараймын. You watch, сен қарайсың. They watch, олар қарайды. I do, we do, they do. I have, менде бар. They have, оларда бар. You have, сендерде бар. Еш өзгеріссіз сөздіктен етістікті аласыздар да, бірінші формадағы етістікті аласыздар да, сөйлемге сала қоясыздар. Болды.
Ал енді астында he, she, it-ті he ол ер адамға, she әйел адамға және it деген мысалы жануарларға қолданатын сөзде, онда сол етістіктердің соңына s қоса қоямыз. Міне мысалы he reads, she likes, it walks. Ол жұмыс жасайды. He lives. Ол өмір сүреді. She watches. Ол қарайды, яғни ана. It does. Ол жасайды. He has. Ол ода бар. She has. Ода бар. It has. Ода бар. Мысалы, мына картинкада астында he likes ice cream деп тұр. Ол ice cream, мороженыйды жақсы көреді деп тұр. Мына жерде he likes деп s-пен келіп тұр. Неге? Себебі he болғандықтан. Міне таблицаның астында remember дейді. Есте болсын. He walks, she lives, it rains, etc. Ол жұмыс жасайды, ол өмір сүреді, бұл дейтін жаңбыр жауып тұр дегенде s қосылады соңында етістіктердің. Енді мысалдарды қарап көрейік. I work in a shop. Мен дүкенде жұмыс жасаймын. My brother works in a bank. Менің ағам банкта жұмыс жасайды. Жалпы өмірлік болып жатқан жағдайларды айтып жатыр. Мысалы, I work, мен жұмыс жасаймын in a shop. Мен дүкенде жұмыс жасаймын деп, жалпы өмірде жұмыс жасаймын. Қазір жұмысқа бармасам да, бәлкім отпускта жүрсем де, бірақ жалпы сол дүкенде жұмыс жасаймын. My brother works in a bank. Менің ағам банкта жұмыс жасайды дейді. Сол демалыста жүрсе де, басқа жерде қыдырып жүрсе де, бұл сөйлем жалпы өмірінде осы нәрсе болып жатқанын білдіреді. Енді осы жерде байқасаңыз, I work деп s-сіз айтыпты. I work in a shop. Ал my brother деген кезде works деп тұр. S-пен келіп тұр. Неге? Себебі my brother деген, яғни ол he, ол works. Мына жерде, мына жақшада айтып тұр. Not дейді, my brother work. My brother work деп айту, ол қате. Себебі S-пен қосылу керек. Екінші сөйлемді қарап көрейік. Lucy lives in London дейді. Lucy Лондонда өмір сүреді дейді. Her parents live in Scotland. Оның ата-анасы Шотландияда өмір сүреді дейді. Мына жерде қарайтын болсаңыздар, Lucy lives деп келіп тұр. Lives себебі ол she. He, she, it-ті s қосылады. Reads, likes, walks деген сияқты жоғарыда келтірілгендей. Her parents, оның ата-анасы, parents көпше тұр, оның ата-анасы, яғни олар болғандықтан they болғандықтан, оның алдында келетін етістікке s қосылмайды. Her parents live, өмір сүреді in Scotland. Rains a lot in winter. Қыста жаңбыр көп жауады. It rains. Қараңыздар. It болғандықтан he, she, it демек rainға s қосылады. I have деген кезде мына жерде өзгеріс бар. Have дегенде haves болып кетпейді, соңына s қосылып. Has деп қосылады. Has демек he has, she has, it has. John has a shower every day. John күн сайын душқа түседі. Has. John деген he болғандықтан has. John has a shower every day. Күн сайын. Осы has ережесі бұйыртса алда келеді. Сол кезде дұрыстап талқылайтын боламыз бұйыртса. Енді осыған қатысты кейбір ереже. Егерде сөйлем етістік s-пен бітсе, ш-мен бітсе, ч-мен бітсе, онда соңында s қосылады етістіктің. Passes, мысал қараңыздар. Passes деген сияқты емес, passes деген сияқты. Passes. Finish ш келді міне. Finishes емес. Finishes. Watch келді. Watches. S қосылады. Ал егерде етістік y мен бітетін болса, онда соңында es қосылады. Es. Study дегенде studies. Try, tries. Бұның барлығы не үшін?
Бұның барлығы сөйлеген кезде ыңғайлы болу үшін. Мысалы, пасс деген ыңғайсызды, finishes, passes дегенде бұл сөздер ауыздан жеңіл шығып тұрады. Бірақ есте сақтап қалыңыздар, мысалы, study, try деген кезде y-дың алдында r келіп тұр, d келіп тұр ғой. Олар деген барлығы согласный. Егерде а, е деген сияқтылар келетін болса, мысалы, а, о деген сияқты, онда ес емес, кәдімгі s қосылады. Мысалы, play деген кезде а келіп тұр алдында y-дың. Демек, plays. Енді астындағы нәрсені есте сақтап қалыңыздар, жаттап қалыңыздар. Do және go дегенде. Do дегенде does деп оқылады. Go-ға goes. Осы екі етістікті еске сақтап қалыңыздар. Do, does, go, goes. Енді мына келесі бетте бізге ереже берілген. We use the present simple for things that are true in general or for things that happen sometimes or all the time. Айтады, біз осы present simple'ды, яғни осы қазіргі өтіп жатқан ережені не нәрселерге қолданамыз дейді. Жалпы бір общеизвестный дейді, жалпы болған шындық жайында, жалпы болған нәрсе жайында қолданамыз, және әрдайым болып тұратын нәрсеге қолданамыз. Мысалы, қалай? Жалпы болатын нәрсе. Мысалы, I like, мына астында келтірілген, I like big cities. Мен үлкен қалаларды жақсы көремін. Бұл жалпы адамның айтылатын бір жалпы хабарлама, жалпы. Ол жалпы үлкен қаланы жақсы көреді деген. Your English is good. You speak very well. Сенің ағылшын тілің жақсы. Сен өте жақсы сөйлейсің дейді. Бұл жалпы хабарлама, адамның жалпы ситуациясы сондай. Сен ағылшынша жақсы білесің, сен жақсы сөйлейсің деген жалпы айтылатын нәрсеге осы present simple қолданады. Tim works very hard. He starts at 7:30 and finishes at 8 o'clock in the evening. Tim өте қатты жұмыс жасайды дейді. Өте сондай қатты жұмыс жасайды дейді. Мына жерде жалпы истина жалпы нәрсесін айтып тұр. Ол өте қатты жұмыс жасайтыны. Және ол жұмысын сағат 7:30-да бастап 8-де бітіреді дейді. Кешкі 8-де. Бұл жерде міне that happens sometimes or all the time деп үстінде келтірген ереже бойынша сондай әрдайым болып тұратын нәрсеніге осы present simple-ды қолданады. Әрдайым ол яғни 7:30-да бастап сағат 8-де бітіреді. Осы нәрсеге present simple қолданады. The earth goes around the sun. Жер күннен айналады деп тұр. Келесі мысал. We do a lot of different things in our free time. Біз өзіміздің бос уақытта неше түрлі нәрсе жасаймыз дейді. We do a lot of. Бұда да байқасаңыздар мысалда жалпы нәрсені айтады. Жалпы әрдайым мысалы бос уақытымызда біз неше түрлі нәрсе жасаймыз деп тұр. Осындай сөйлемдерде present simple қолданады. It costs a lot of money to build a hospital. Hospital салу үшін, яғни больница салу үшін көп ақша кетеді дейді. Тағы да сол общеизвестный ақиқат нәрсе, жалпы больница немесе барлық любой нәрсе салу үшін көп ақша кетеді, көп ақша талап етеді. Енді астында always, never, often, usually, sometimes деген сияқты сөздер, бұл сөздер былай айтқанда көмектескіш, подсказка сөздер деп подсказка сөздер. Себебі бұл сөздерді егерде сөйлемде келетін болса, демек ол present simple сөйлемінде көбінесе келеді деген сөз. Енді бұл сөздердің мағыналары қалай? Always деген ол әрдайым деген сөз. Never деген ешқашан. Often деген часто, яғни көбінесе деген. Usually деген анда-санда. Sometimes деген кейде. Сол енді осы сөздер сөздіктің қай орында тұрады? Сөздіктің бірінші мысалды қарайтын болсақ, Sue always gets to work early деген. Sue кім айтылып жатыр? Sue және етістік gets барады деген соның ортасында болады. Екеуінің ортасында, яғни етістіктің алдында. Бірақ енді басқа жерлерде де кездесетін кездері болады. Бірақ енді көбінесе осылай. Ал мысалдарды оқиық. Sue always gets to work early дейді.
Сью әрдайым жұмысқа ерте барады дейді, ерте жетеді дейді. Яғни мына жерде сью яғни әрдайым істейтін нәрсені always-пен келтіріп айтып тұр. Always яғни әрдайым. Мына жерде мына жақшада қарасаңыздар, сью gets always деу қате дейді. Сью gets always емес, осы сью мен gets-тің ортасына салынады. Сью always gets. Екінші мысал, I never eat breakfast. Мен ешқашан таңертеңгі асты жемеймін дейді. Never деген ешқашан. I never eat. Мен ешқашан жемеймін. Мына жерде тағы жақшада I eat never деп айтпаймыз. Осы I eat-тің екеуінің ортасына саламыз never. I never eat. Келесі мысал, we often go away at weekends. Біз көбінесе демалысқа шығамыз дейді. Келесі мысалды қарап көрейік. Mark usually plays football on Sundays. Mark анда-санда демалыста футбол ойнайды дейді. Usually деген анда-санда. Mark пен plays-тің екеуінің ортасында тұр. Mark usually plays football. Mark plays usually емес, Mark usually plays. Келесі мысал соңғы. I sometimes walk to work but not very often. Мен анда-санда жұмысқа жаяу барамын дейді, бірақ ол емес дейді, әрдайым емес дейді. But not very often. Енді кішкене барлығын қайталап жіберейік. Жалпы барлығын алып қайталап жіберейік. Біз осындай сөзді бастапқы сабақтардан бері білеміз. I, мен, we, біз, you, сен немесе сендер, they, олар, they. Осы сөздер келетін болса, I, we, you, they деген, онда содан кейінгі келетін етістіктер read, like, мысалы, work, сол сияқтылар қалай сөздіктен мысал аламыз, сол етістіктерді дәл осылай сөйлемге қоса қоямыз. Ал енді егерде he, жаттап қалыңыздар, she, it келетін болса, онда демек осы read, like, walk деген сияқты етістіктерге соңында s қосамыз. Осын жаттап қалыңыздар. Егерде he, she, it келетін болса. Сосын етістіктердің арасында have деген етістік бар. Have деген, яғни бар деген. Мысалы, I have, менде бар. Бірақ осы I have деген етістік, егерде he, she, it деген сөзге келетін болса, қосылатын болса, бұл have, has-ға ауысады. Haves емес, бұл қате, has болады. He has, she has a pen, мысалы. Ода қалам бар. She has a pen. Осыны еске сақтап қалыңыздар, бұл өте маңызды. Кейін біз осындай сөздерді үйрендік. Always, never, often, usually, sometimes деген. Оның мағыналары always деген, әрдайым, never, ешқашан, often, көбінесе, usually, анда-санда, usually деген әдетте, мысалы, sometimes деген анда-санда. Осы сөздер сөйлемде келетін болса, ол көбінесе present simple деп білдіреді дедік. Және енді осы сөздер орны қай жерде болады? Соны үйренейік. Мысал, біз I eat breakfast дейтін болсақ, осы I eat breakfast деген мен таңғы ас жеймін деген сөз. Ал егерде мен анда-санда жеймін, немесе кейде жеймін, немесе анда-санда жеймін деген сияқты сөздерді біз мына жерге қоямыз. Мысалы, I often, мен көбінесе eat breakfast. I often eat breakfast. Осымен сабағымыз бітті. Егерде ұнаса, лайк басып қойыңыздар, тіркеліп қойыңыздар.
бізбен бірге болыңыздар.